Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қым-қуат тіршілікпен әбігер болып, елдің жағдайы не болып жатыр деп алаңдап отырған ағайынға айтар ақпаратымыз бар бүгін. Бұл Қазақ ордасы, біз кезекті апталық шолу бағдарламасын бастаймыз. Назарларыңыз бізде болсын. Кеттік ендеше. Осы аптада Шымкентте кәсіпкерлерден құны 3 миллиард теңге болатын 46 жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. Антикор дерегі бойынша бұл жерлер жеке меншікке заңсыз берілген. Айта кетейік, бұған дейін Алматының тау бөктерінде де заңсыз берілген жерлер анықталып мемлекетке қайтарылған еді. Бұдан бөлек, маусым айының соңында Ақмола облысында 678 миллион теңгенің орман алқаптары мемлекет меншігіне өтті. Бұл жақсы әрине, бірақ ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кеткен телімдер әлі де баршылық. Экс-депутат жемқорларды өлім жазасына кесу туралы Қасым-Жомарт Тоқаевқа ұсыныс жасады. Абай облысы мәслихатының экс-депутаты Серік Байғалиев ұсақ құқық бұзушылық жасағандардың мүлкін толық тәркілеп 10 жылға соттау керектігін айтады. Ал ірі көлемде ақша жымқырғандарды Сингапур мен Қытай соты секілді қатаң жазалауды ұсынды. Айта кетейік, бұл елдерде жемқорлық жасаған шенеуніктер өмір бойына бас бостандығынан айырылып, кейде өлім жазасына кесіліп жатады. Бірақ біздің елде ата заңға сәйкес өлім жазасына тыйым салынған. Десе де, экс-депутат мұндай жазаны уақытша енгізу тыйым салынған пунктті жоюға ықпал ете алады деген пікірде екен. Жемқорларды елдің алдына шығарып, дарға асар болса, бұл дерттің емі болады деп ойлайсыздар ма? Және Қазақстанда мұндай жазалаудың басында кім тұрады? Пікір алаңына жаза кетіңіздер, құрметті көрермен. Маңғыстау облысындағы су тапшылығы мәселесі шешімін табады. Себебі, Маңғыстау облысын сумен қамтамасыз етуге резервтен 5,8 миллиард теңге бөлінді. Қыруар қаражат Ақтаудағы Каспий су тұщыту зауытын кеңейтуге қолданылмақ. Құжатқа премьер-министр Смайылов қол қойды. Шенеуніктер зауытты кеңейту ауыз судың мөлшерін тәулігіне 40 мың текше метрге дейін арттыратынын айтады. Қазір жұмыстың 80% ғана орындалған. Маңғыстау су тапшылығының зардабын тартқан өңірлердің бір екендігі жасырын емес. Мұнда кейбір елді мекендер тәулігіне 16 мың текше метрді құрайтын жер асты суларын пайдаланады. Қазір облыста ауыз суды тұтыну көлемі тәулігіне 162 мың текше метрді құрайды екен. Құжаттың қуаты басым қазір. Статистика деректері жақсылық жаршысы болып жүрген жаңа қазақстандықтар үшін айтылар ақпарат жаға ұстатуы мүмкін. Қазақстандықтардың орташа жалақысы 365.502 теңгеге жетті. Бұл статистика дерегі. DataHub сараптамасына сәйкес бұл бір жыл бұрынғыдан 53,5 мың теңгеге немесе 17,1%-ға артық. Сонымен қатар, жаңа тарихи максимум деген атаққа ие болды. Биыл орташа жалақы ақпарат және байланыс, көлік және қойма, ауыл орман және балық шаруашылығы, көтерме және бөлшек сауда, автокөлік және мотоцикл жөндеу салаларында өскен екен. Ал құрылыс тамақтандыру қызметтері, білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер салаларында жалақы төмендеп кеткен. Сондай-ақ өңірлер арасында ең үлкен жалақы есімі Ұлытау облысында, ең азы Түркістан облысында тіркелді. Ал енді шынайылық үшін, құрметті көрермен, сіздің жалақыңыз біздің елдегі орташа айлықпен қаншалықты сәйкес келеді? Пікір алаңына жазыңыздар. Жоғарыдағы шенділер анығын білсін. Дәл осындай орташа айлығы бар елде жалақысы жыртығын жамауға жетпей жүргендер бар. Ол біздің ақжағалылар. Осы аптада Батыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары жемқорлық бойынша күдікке ілінді. Ержан Балтаев қарамағындағы қызметкерлерге ақылы қызмет көрсетуге жалған шарттар жасауды бұйырып, қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деп айыпталды. Ведомствоның хабарлауынша, ол өз кінәсін толық мойындаған, заңсыз әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке айтарлықтай зиян келген. Күдіктіні процессуалдық ұстау кінәні толық мойындауға байланысты қолданылмады. Қылмыстық іс жеделдетілген тәртіппен аяқталып, сотқа жолданды.
Тараздағы аруақтар соты туралы бірер ақпарат айтып өтейік. Апелляциялық сот қаңтарда оққа ұшқан 5 марқұмның біреуін ғана ақтады. Ал қалған 4 азаматқа қатысты үкім өзгеріссіз қалған. Жабық режимде өткен сотқа қоғамдық қорғаушылар мен сотталушылардың жақындарын кешіктіріп кіргізді. Қуатбаевтың әкесі ұлын сот ақтаса да үкімге көңілі толмайтынын жеткізді. Ол марқұмдардың барлығын ақтасын дейді. Аруақтар соты деп аталатын бұл іс біршама уақыт бойы шешімін таппай келеді. Таразда оққа ұшқан 5 азамат кінәлі деп танылып, қайтыс болуларына байланысты жазадан босатылған еді. Айта кетейік, жалпы республика бойынша қаңтар оқиғасына қатысты 12 марқұм сотталған. Павлодарлық депутат тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларға микрочип енгізуді ұсынып, оның бұл сөзі қоғамда қызу талқыға түсті. Мәслихат депутаты мұндай санаттағы балаларды кешкі уақытта тексеру керек немесе чиптеу керек. Себебі түнде олардың қайда жүргенін білмейміз. Балаларды есепке қойып тексеру керек. Егер үйінде жоқ болса, бірден арнайы бөлімшеге жіберу керек деген пікірде. Депутат бұл сөзіне дәлел келтірді. Павлодарда 13 жасар жеткіншекті 10-ға жуық бала соққыға жыққан. Оқушы бірқатар дене жарақаттарын алған айтылды. Адамдықтан аттап, қатыгездік қанға сіңген қасиетке айналғандай кейіп танытатын бұл заманда депутаттың ұсынысы орынды ма, орынсыз ба, оны уақыт көрсетіп жатыр. Оқушыларға берілетін 3 ай демалыстың аяқталар уақыты жақындады. Ол қызын мектепке дайындап отырған ата-анаға құлақ қағыс болсын. Бір жылда оқу құралдары 64,4%-ға қымбаттаған. Сұмдық статистика. Ұлттық статистика бюросы дәптерлердің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 77%-ға, шарикті қалам 38,6%-ға, түрлі түсті қарындаштар 41,9%-ға, сурет альбомы 44,1%-ға қымбаттағанын айтты. Біздің елде халықтың әлеуметтік осал топтарындағы балаларға жыл сайын форма мен керек жарақтарын сатып алуға ақша бөлінеді. Қымбатшылық қос бүйірден қысқанда қыркүйек айы ата-аналар үшін қосымша жүк болары анық. Оқу құралы қымбаттағанымен жаңа оқу жылында 270 мыңнан аса оқушыға орын жетпейді. Түркістан, Алматы облыстары мен Астана, Алматы, Шымкент қалаларында орын тапшы. Биылғы оқу жылында 3,5 миллионнан аса оқушы мектепке барады. Олардың 380 мыңы бірінші сынып оқушылары. Ұлттық статистика бюросының Қазақстанда 7687 мектеп бар екенін хабарлады. Оның 52-сі апатты жағдайда, 300-ден астам мектеп сабан ағаштан салынған. 3 ауысымды мектептер саны 143. Мектепте орын жетпесе де, қымбаттауға құмар болғандар ойланса екен дейміз. Біркем дүние дейсің мұндайда. Орман өртінің алдын алуға үкімет резервінен 1,2 миллиард теңге бөлінеді. Осынша ақшаның нақты қайда жұмсалатынын айтайық. Ормандарда авиациямен бақылау үшін 923 сағат ұшу уақытында 939,4 миллиард теңге жанар жағармай сатып алуға, сондай-ақ Абайдағы өрт сөндіру кезінде бұзылған техникалар мен тракторларды жөндеуге 261,25 миллион теңге бөлінбек. Жоба 22 тамызға дейін қоғамдық талқылауда болмақ. Бас прокуратура сепаратизмге айыпталған Максим Яковченконы Қазақстанға қайтаруды талап етті. Ведомствоның дерегінше, Ресей тарапынан әлі тексеру жұмыстары жүріп жатқан көрінеді. Яковченко кім дейсіздер ғой? Айтайық. Ол Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Теректі ауылының тұрғыны. 2022 жылы әлеуметтік желідегі парақшасында Орал, Петропавл, Павлодар және тағы да басқа қалаларды Ресейге беру керек деп бүлік салған. Осы сөз үшін Яковченкоға қылмыстық кодекстің алауыздықты қоздыру және сепаратизм баптары бойынша айып тағылды. Алайда айыпталушы сот отырысына келмеді. Кейін полиция Яковченконың үйін сатып, сырым шекара бекеті арқылы Қазақстаннан шығып кеткенін анықтаған. Павлодар облысы полициясының бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовтің немере інісі Нұрлан Мәсімов 10 жылға сотталды. Нұрлан Мәсімов пен оның бұрынғы орынбасары
Дамир Сирадизимов 90,3 миллион теңге пара алды. Бюджеттің 420 миллион теңгесін ұрлады деп айыпталған. Істі қорғаған алқабилер сотталушыларды кінәлі деп таныды. Мәсімов пен Сирадизимовтың қорғаушылары тергеудің көптеген тұжырымдарын негізсіз деп атап, оларға қарсы шығуға тырысты. Павлодар облысының бұрынғы полиция басшысы өзінің тегімен туыстық қатынасына байланысты сотталып жатқанын айтты. Тіпті сотта қуғын сүргіннен құтылмақ болып, тек шекараны кесіп өту кінәсін мойындады. Астанадағы ЛРТ құрылысына тағы 400 миллион доллар жұмсалады. Бұл туралы мәслихат отырысында ЛРТ құрылыс дирекциясының басшысы Серік Айтымбетов айтты. Бұрын жобаның түпкілікті құны 1,5 миллиард доллар болса, қазір ол 1,88 миллиард долларға жеткен. Сондай-ақ жоба 2024 жылға дейін аяқталу тиіс еді. Алайда енді бірінші кезеңі 8 станциясы 2025 жылы қолданысқа берілмек. Екінші кезең 2026 жылы аяқталып, барлығы 18 станция жұмыс істейді. Ардақтаған құрметті көрермен, осымен қазақ ортасының қазақ тіліндегі апталық шолуы тәмам. Қазақ тілді контентті қолдап, арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша қайын.